Кезек эми туугандар, ушул сектор 4-төгү аралаш унааларга келип жеттик. Бул жерде барыңыздар билесиздер. Ар кайсы маркадагы унаалар болот, арзандагы, жылы жаңысы дагы аралаш турат. Бул жерде дагы сиздер издеген унаалар адаттагыдай чыгарылыш. Бүгүн 6 ноябрь 2021 жыл. Каналга жазылып, лайк басып, биз аркылуу базар баасын билип туруңуздар. Бул жерде ушу Mercedes C автоунаасы соода болуп жатыр. 2001 жылкы 2.6 автомат, $6.800, 128.000 километр жүрүптүр. Биз биринчи артынан көрүп кетели. Mercedes C. Обычно трапшнели отуруштар экен, коробкасы автомат. Стеклоподъемниктер электрический, иштеп жатат. Дөңгөлөктөрү жайкы. Мен видеонун башында айтып кетем, бул жерде ар кайсы маркада японскийлер дагы бар, малолитражкалар дагы бар. Аягына чейин көрүп турасыздар, жол тандамасыздар дагы чыгып калат. 2008 жылкы Kia Morning кореец автомат, $4.800. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бүт комплект электропакет, отуруштары кожа. Кузуунда жумуш жок, артыңкы бамперинде парктрониги бар экен. Mitsubishi Space-тар кызыл төстө. Коробка автомат, 2003, 1.6 бензин. Состояние жакшы дейт, эч кандай жумушу жок дейт. $4.900. $4.900. Ушундай кыргыздын ойма чемеси бар, чехолдордон салып коюптур. Андан кийинки автоунаа бул жерде Nissan Primera 2002, 2 объем механика, $3.600. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салону стеклоподъемниктер. Коробка автомат да? Механика. Монитору, задний камерасы бар, состояниясы жакшы. Бул жакта дагы бир күмүш түстө Golf 4. Дөңгөлөктөрү кышкы, коробкасы автомат. 2003, 152.000 километр жүрүптүр. 2 объем бензин, расход жүзүнө 8-ден 10га чейин, баасы $5.500 дейт. 2 объем Golf 4. Биякта ушул Audi Universal A6 Quattro 4D, коробкасы автомат. Цена окончательная? 246.000 километр жүрүптүр, 2.4 автомат Tiptronic. Подогрев сиденья бар экен. Стеклоподъемниктер электрический, азыр иштеп атат, көтөрүп жаап атат. Поликтер жакшы, дөңгөлөктөрү жайкы, кузуунда жумушу жок. 2.4 4D бензин Audi A6. Биякта кийинки автоунаа Toyota Vitz 2008, 1.3 вариатор. Баасы $6.000, без ключевой доступ бар экен. Мен кнопканы басып койсом өзү уталат экен, азыр эшиги жабык. Кузуунда жумушу жок. Андан кийин бул жерде Daihatsu Quora автоунаасы дагы соода болуп жатат. Коробкасы механика, жылы 2008, объем 1. Баасы $3.900. 190.000 километр жүрүптүр. Стеклоподъемниктер ручной экен, ручной эле. Коробка механика, магнитофон бар, пробег 194.000 километрди көрсөтүп жатат. Биякта Toyota Previa менен степ турат, азыр ошо экөөнү тартайынчы. Коробкасы автомат, 2.4 объем, бирштир эмес бул баягындай 2003 жылкы бензин экен, срочно $7.200, 300.000 километр жүрүптүр. Расход 9-дан 11ге чейин.
Дөңгелектер азыр жайқы. Есі келмеген ұшет. Бияғынан бір өтіп көрейінші. Күзу жақшы. Онан кейін степ күміш түсті. RF3. 2003 авиам. Бұлдағы срочно деп жазып қойып тұр. Уважаемые гости авторынка. $6800. Уважаемые гости авторынка, в радиосе вы можете приобрести сим-карты. Обращайтесь в радио. $6800. Ondan кейін бұл жерде Mercedes Japonец Pro қызыл түсті. Үшіндағы любительдері көп екен. Спортпен, коробкасы автомат. 99 жылғы 1.9. Қырғызстанда бірінші хозяин екен. Осым жазып қойып тұр бияға. Дөңгелектері қышқы. $3800 дейді. 120 000 километр жүрген. Кожа, азыр есі үшіл жерде. Стеклоподъемниктері көтергіштері үшіл жерде. Коробка автомат. Состоянisi. Өзіңіздер көріп тұрғандай әлі, жақсы болды. Ondan кейін бұл жерде Nissan Primera P11 99 жылғы 2 объем гаражный хранение дейді. Моторы жақсы екен. Күзуы да жақсы. Басы $4600. Бірінші хозяин екен. Коробка автомат 162 000 километр жүріп тұр. Бұл стеклоподъемниктері бүт электропакет. Полностью өзі көтеріп жауады. Күзуы жақсы. Азыр мына жерде машиналар тұртамыз. 1 минут. Honda Fairway. Да, японский Honda EDX-інде сол рулдуы. 2007 жылғы 1.8 автомат, газ, бензин, бағасы $8000. Дөңгелектері қышқы, абалы жақсы екен. Күзуында жұмысы жоқ. Бұл жерде өзіңіздер көріп тұрғандай 39 кузов BMW 525. Жақсы амалда. Дөңгелектері азыр қышқы. Салон ашып көрелі. Кожаный салон. BMW-нің өзінің палиттары тұрады. Мониторы бар. Задний камерасы бар. Стеклоподъемниктері электрический. Мал баққанға сарай сатылады. Бардық шарттары менен басы келишим бада байланыш телефону. Год выпуска. 2001 год. 2.5 Биванус. Биванус, да? Коробка механика. Да, без вложений, брат. Без вложения. Цена? $6700 братан болар. $6700 болуш дейт. Мына ушу номерге чаласыздар. $6700. Кто потерял деньги? Болушу. Андан кейін RX 300. Дөңгелектері қышқы. Салон ашып көрелікші бияқтан. Подогрев бүт бардығы бар. Задний камерасы бар екен. Азыр артынан көрелі. Жылы 2000, объем 3. Пробег 354 000 километр жүріп тұр. Жылы 2002, европейц, $7800. Байланыш номері ушул номерге чаласыздар. Мынан кейін бұл жерде Toyota Harrier, японец, қара түсті. 190 2000 километр жүрген, жылы 2004 2.4 автомат, басы $11500. В радиошле вы можете пополнить баланс на любую сумму. Дөңгелектері қышқы, абалы жақсы екен. Ondan кейін Toyota Avensis Verso. Куплю катализаторы без посредников в центр. Есігі жауы екен. Цена и быстрый 2003, 2 объем. 4 емес, VVT мотор екен. 480 000 километр жүрген, коробка механика, басы $7000. Расчет плюс сварочные услуги бесплатно. Звоните по номеру 0706 90 Hyundai Santa Fe, қара түсті. Жылы 2002, 2.7 автомат, 280 000 километр жүрген, басы $5500 дейді. Коробкасы автомат. В радиосле вы можете приобрести сим-карты. Уважаемые гости. Бұл жерде жақсы амалда достар, Mercedes 5.5 объемда. Обращайтесь в радиоузел. 5.5 екен. Дөңгелектері жайқы. В Автомире есть автозапчасти и комплектующие для всех марок автомобилей. Жылы 2001, объем 5, коробка автомат. 34А. Телефон для справок 0800 Басы $11500. Бұяқта дағы бір Toyota Avensis Verso, ақ түсті. Внимание, аварийное открытие
2004-24 автомат, состояниясы жақсы дейді, басы $8,500. 206 000 км жүріп тұр, дөңгелектері жайқы, кузовында жұмысы жоқ. Бұяқта Golf 5, күміш түсті, 1.4 объемды, коробкасы механика, 2004 жылғы, хорошем состоянии дейді. Басы $4,800. Toyota Camry рестайлинг 35 кузов 2005 жылғы 2014 жылдан бері бірінші хозяин екен. Басы $8,800 деп жазып қойып тұр. Отырышлары обычный видер. Артында спойлер бар, жақсы балда. Toyota Camry. Азыр ошу 3 жерде 3 Camry тұрады, азыр ошу 2 тең тартам қоша. 30 кузов, европеец 2004-24 автомат $8,800. Состояние жақсы дейді. Мына подогрев бар екен. Отырышлары қара түсті емес, мына сыртында кузов сияқты цветтегі кожа екен. Кузовында жұмысы жоқ, дөңгелектері қышқы. Дағы бір қара түсті. Toyota Camry 30 кузов, коробка автомат, кожаный салон 2003-24, $8,200, европеец